Солтүстікте қар, оңтүстікте жауын-шашын, ал батыста қуаңшылық. Соңғы 2-3 күнде елімізде ауа райы күрт өзгерді. Бұл туралы Экспресс-ке жазды. Мәселен, батыста аптап ыстықтан қуаңшылық болып жатыр. Ақтау тұрғындары Каспийдің жағасына жиналып тасаттық берді. Рәсімге 2000-нан астам адам жиналды. Ал Қарағанды облысының кейбір аудандарына аяқ астынан қар жауып, тұрғындар қораға лақтырған шанасын қайта алып шықты. 13 егілген бау-бақшаның барлығы үсіп кетті ғой. Түркістан облысында тоқтаусыз жауған жауын-шашынның әсерінен 5 ауылды су басты. Төтенше жағдай қызметі 50-ден аса тұрғынды эвакуациялады. Әкімдіктегілердің айтуынша 400-ден астам мал қырылып қалған. Қазір келтірілген шығындар есептеліп жатыр. Жағдай тұрақталған соң қайта қалпына келтіру жұмыстары бірден басталады. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресс-ка жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.